көпшілігіміз білетін шығармыз Титаникті. Ал енді бүгінгі видеода осы Титаникпен байланысты болады. Бұны осындай бізде Титаник. Бүгін осындай Титаниктердің ішінен қарап, баға беріп көреміз достар. Бәріңізге сәлем достар. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Сіздермен бірге мен Анауашол. Бүгін осындай Титаниктердің несін қарап көретін боламыз. Өзіміз айтқандай бірінші мынандай сап-сап Титаниктен бастағым келіп тұр. Осыдан бастасам екен, жарайды. Бізде осындай бір Титаник және Титаниктің батып атқан кезі бар. Міне, батып атқан Титаник екіге бөлінген кезі бар. Мына жақта не бар десеңіздер. Қай жақта еді? Ол жақтарда. Міне, мына жақтарда. Міне. Титаник екіге бөлінген кезінде мынау. Несі қайда Титаниктің? Несін таппай болғандары шамал. Екіге бөлінген кезінде екі рет істеп қойған ба, не біледі? Анау нені таппай тұрмын достар, мен просто. Ол жақтарға ма Титаниктің несін жасағам? Судың түбіндегі кезін. Судың түбіндегі кезін мұнан шатастырып алған болғанда. Жоқ, шатастыруым екі. Ол жақта да достар Титаниктің судың түбіндегі кезі бар. Титаник судың түбінде. Ол жақтарда болу керек. Өйстіп аралап шығамыз енді достар бүгінгі видео. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Титаникті бәріміз білеміз деген ойдамын. Ана киносынан. Себебі Титаник атақты кеме ғой. Мен саған. Мына Титаниктің артында ма? Жоқ. Мен жасағам. Осындай бізде Титаниктен алмайды. Андай мұхиттардың ортасына болғанда вообще жақсы болады. Титаникті осындай осындай ел шығарған. Бәрін қарасу көп уақыт. Осындай комфорт кеме, короче, бұны қарауызын бірталай уақыт керек достар. Мен саған. Bu Titanic.
осында не бар еді ғой, екі адам тұр болады да алдына и бір нәрсе жасайтын еді ғой. Ана қыз қолын созып тұрады да, жігіт оның артына қолын ұстап тұрады. Қазір қай жер еді сол? Артым еді, алдым еді? Міне мына жер. Осы жерде тұрып істейтін ғой. Міне, мынау Титаниктің батып жатқан кезі. Бұны көпшілігі біледі ғой уже, бұл Титаникті оқиғасын, иә? Бәріңіз білесіздер деп ойлаймыз. Мәза мына до конца стримлеген ғой. Мынау Титаниктің екіге бөлінген кезде екі рет қайталанып кеткен. Мынау қандай үзіледі, и ол жақта криперді жарып жатыр қойсаңдар. Өйстіп екіге бөлінеді. Титаниктің ең қызықты жері осы. Екіге бөлініп, мынау суға батады, мынау көтеріледі да, и суға кетеді. Өз қару, өзіңе таңдайсың. Қайда сол? Өзінің Титаниктерін таныстырып шықпаймын ба? Так, осындай дейін. Достар, видеоны қазір ұстап қояйын, тағы бір түрлерін қарап көрейін Титаниктің. Қазір видеоны ұстап қояйын. Ал достар, мен осындай мирді құрастырдым. Міне, бірінші бізде Титаниктің жасалған кезі. Осындай Титаник жасалып, астында цилиндрін ауыстырады. Мен басқа мир аштым. Осындай міне, өйстіп Титаник суға құлайды, мынаны алып жоқ болады ол кезде. Немесе ашылады. Екіншісін көрсетейін, мынау Титаниктің батқан кезі, енді маған ұнамады. Онша ұнамады, қарасаңдаршы, болды тұр. Үшіншісі Титаниктің батқан кезде, мына жақта еще корабль қойып бара тұр ғой. Бүйтіп отырған кезде өй деп тұр ғой. Міне осындай Титаниктің батып жатқан кезі сикинг дейді ғой, көбі сикинг. Міне мына жақта нағыз батқан кезі. Осы маған ұнады көбірек. Бірақ мына жақтан топырағы қарасаңдаршы, түбі оп. Саған түбінде сұмдықтар жатыр ғой. Мына жақта пшеница. Осындай қайғы оқиғалар көп болады және міне осындай Титаниктің батқан кезі. Топырақтан жасаған түсінбедім, бірақ жарайды, топырақтан жасаған андай металдар жоқ қой Майнкрафтта. Міне Титаник өйстіп бөлініп, мына жағына мына жағы жосқа құлапты ғой. Саған мына жағы опшым астынан алып жеп. В общем, қайғылы болды осы Титаниктің апаты.
осындай бізде өте үлкен Титаниктің батқаны достар. Титаник Майнкрафтта достар. Міне Титаниктің жасалған кезде ішіне кіруге бола ма екен, 100 тоннадан асады ғой мынаның салмағы примерно. Саған. Мынау әдемі ғой. Бүйтіп алып қоясың ғой. Сен жоқ дейсіңдер. Үйді осындай бізде Титаник ең көп ұнаған маған осы мына жақта күзетшілер тұрады да. Осы. Типа Титаникте болған көтмен бар. Қашан Титаниктің мынандай да жері бар екен. Мына тесік жерін өмірімде бірінші рет көрдім достар, сендерші? Вообще өмірімде көрмеппін Титаниктің тесік жерін. Яқтан шығып кете салайын. Осындай әдемі Титаник бізде. Яғда тура сондай. Не қылып кешірді? Не қылып болсын бүйтіп. Ашып, яқта отырасың, бір жерде. Ары қарай жалғастырайық. Лаваны дауысын естідім. Титаниктің үшін араласын көп көреді достар. YouTube аралап Титаниктермен танысыңыздар. Уже тым батып отыр. Көп кетті, көрдіңіздер ме? Уже қанша минут болды? 14 минут болған уже. Бірақ бұл менің видеоларым жанында тым емес болып тұр ғой қазір. Газды басамыз. Бұның керек тұрған ғой. Нектарды тағы ойбай, мен артына кетіп баратырмын. Қайда ендер бәрі?
осындай Титаник. Нашар. Мына ұнады маған көбірек, мына айсберг пен Титаник. Сіздерге қайсысы ұнады, комментарияға жазыңдар. Қай Титаник ұнады? Бізде өзі қанша түрі бар еді? 5 түрі бар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, иә, бесеу. Осылардың қайсысын комментарияға пікірлеріңді қалдырыңдар. Маған осы Титаниктің несі ұнады? Айсбергке соқтығысып жатқаны. Айсбергті әдемі жасаған бар ғой. Мына Титаникті ампететін неғып жасаған қойыпты бірақ. Келдік, бұрыш еді. Осымен достар, видео аяқталды. Қайсысы ұнады, соны айтып кетіңіздер.